Жұмысшы аралар пайдасы жоқ жатыпішер аталық араны ұядан қуып жатыр. Аталықтар аналықты ұрықтандыратын еркек аралар. Олардың бізгегі жоқ, сондықтан ұяны қорғап шайқаса алмайды. Бал да жинамайды, бірақ тәбеттері керемет. Жұмысшы аралар әкелген балды жеп жатады. Бар міндеті ұрықтандыру мен бал жеу. Жатыпішерлер қыста масыл болмау үшін күз келгенде аралар оларды ұядан қуып шығады. Аталықтар негізгі міндетін орындады, яғни аналықты ұрықтандырды. Енді керегі жоқ. Қуылған аталықтар аштан өліп қалады. Сол үшін ұяға қайта кіруге тырысады. Алайда жұмысшы аралар қақпаны күзетеді. Ара шаруашылығында аталықтардың тым көп болуы тиімсіз саналады. Өйткені олар көп бал жейді. Сондықтан омарташы аталықтардың шамадан тыс көбеюіне жол бермеу үшін оларды қолмен жояды. Егер ара енді пайда әкелмесе, оған ұяда орын жоқ. Еңбек етпей өзгелердің есебінен өмір сүретін ер адам аталық ара сияқты өзі де еш пайда әкелмей дайынға қол салады. Бірақ табиғат заңында масылдыққа орын жоқ. Аралар сияқты қоғамда бір күні артық жүктен арылуға мәжбүр болады. Ер адам отбасының тірегі, ал тірек әлсіз болса үйде шайқалады. Сондықтан нағыз ер азамат өз еңбегімен күн көріп, отбасын асырауы тиіс. Әйтпесе, оның қоғамдағы орны да, қадірі де болмайды. Орынды іске жүріп ой таппаған, не болмаса жұмыс қып мал таппаған. Қасиетті болмайды ондай жігіт, әншейін құр бекерге бұлғақтаған.